Баршаңызға сәлем. Сіздермен үй жағдайында зефир жасаудың рецептісімен бөлісетін Жұлдызай. Қалай 4 алма мен 1 жұмыртқаның ағы арқылы осынша зефир жасау жолын көрсететін боламын. Үйінде 4 алмасы бар адамдармен бөлісе отырыңыздар. Ал ондай болса кеттік. 4 алманы осылай сыртын тазалап ашып, одан кейін турап, үстінен суды құйып, отқа қоятын боламыз. Мөлшерінің барлығы описание бөлімінде көрсетілетін болады. Осылай алма жұмсаған уақытта оттан аламыз да, оны блендермен жақсылап езетін боламыз. Толық езілгені дұрыс, сонда зефирдің ішінде бөліктері жүрмейтін болады. Және қоюлығы осындай қою болу керек. Енді осы мөлшерден 250 грамын осылай өлшеп аламыз. Сөйтеміз да оны жауып, холодильникке жауып қоямыз. Толық суығаннан кейін 1 жұмыртқаның ағын алып, оны осылай миксерлейміз. Және үстінен жаңағы дайындаған алманың пюресін қосамыз. Осылай 10 минут миксерлегеннен кейін мен ыдысымды шұңғыл ыдысқа ауыстырдым. Себебі осылай жақсырақ көтерілетін болды. Енді суға агар-агарды қосып, отқа қоямыз. Агар-агар менде кондитерский магазиннен алынған. Осылай қайнай бастайды. Қайнаған уақытта үстінен қантымыздың барлығын толық қосып араластырамыз. Осы жолы сіздермен Наполеон тортының рецептісімен бөлісетін боламын. Жіберіп алмас үшін тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Осылай бұрқырап қайнаған уақытта өшіреміз. Жаңа пюремізді көпірген осындай масса болып шықты. Оның үстінен көпірігі басылған агар-агардың массасын құямыз да осылай миксерлейтін боламыз. Осылай қоюланып өзі дайын болады. Еш қиындығы жоқ, тек миксерлеп отырсаңыз болғаны. Кейін ыдысымызға салып, яғни кондитерский мешокқа салып, осылай өзіңізге ұнайтын форма жасап, пергамент қағазына орналастырамыз. Алдын зефирді қалай дайындау керек екенін білмесеңіз, лайк баса отырыңыз. Осылай барлығын пергамент қағазына орналастырғаннан кейін бөлме температурасында 24 сағат қойып қоямыз. Кейін осылай бір-біріне жабыстырып, қант ұнтағына аунатып алсақ болды. Менде осындай 3 пергамент қағазы болды. Өте көп шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ерекше дәм, өте дәмді. Сіздермен болған Жұлдызай, баршаңызға ас болсын. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.